Қазақстан Республикасының спидвейден мұздағы кубогы осы демалыста Риддерде өтеді. Шектеу шараларына байланысты көрерменсіз. Көрнекті жарыстың жарқын мезеттері және қатысушы спортшылардың сұхбаттары арнайы репортажда. Жыл сайын спидвейден жарыстар Риддерде жаңа деңгейде шығуда. Бұл көрнекті спорт түрі жаңғырғаннан кейін жарыстар қаланың спидвейшылары арасында өткізілген. Көп ұзамай қатысушылар тізімінде Шығыс Қазақстан облысының қалалары пайда бола бастады. Осы уақытта Риддер бүкіл елдің спортшыларын қабылдайды. Тұңғыш рет қалада Қазақстан Республикасының кубогына спидвейден мұздағы жарыс өтуде. Со всего Казахстана пригласили мотогонщиков. Күллі Қазақстаннан мото айдаушыларды шақырдық. Қазіргі таңда өз техникасымен жігіттер өтетін шарамызға келді. Бұл шара Риддер қаласының әкімдігінің арқасында өтеді. Спорт бөлімінің тікелей қолдауының, стадионның әкімшілігінің көмегінің арқасында және жалпы бүкіл қаланың қолдауының арқасында шараны өткіземіз. Өйткені бәрі мүмкіндігінше қол үшін бір-біріне береді. Ал біздің республика деңгейіне шығуымыз жеңіс деп есептеймін. Әрине, біз одан да әрі шыққымыз келеді. Бастамасы әуесқойлықтан басталған еді. Ал қазір бұл істі біздің балаларымыз жалғастыратындай деңгейге жетуді қалаймыз. Спортшылардың да деңгейлері өсіп барады. Өткен жылы қыста біз Ресейге барғанбыз. Барлық жас жігіттермен бірге. Біз түрлі деңгейлерде өзімізді көрсетуге тырысамыз, тәжірибе алмасамыз. Әр кездесу, әр жарыс жаңаша техникада, жаңаша әдісте өтеді. Тіпті стадионның қатырылуы, мұздың қатырылуы да ерекше. Ол да шешуші роль атқарады. Спидвейден мұздағы жарысқа Риддерден, Өскеменнен, Қостанайдан 13 спортшы қатысады. Мотожарыстың көптеген қатысушылары қалаға бірінші рет келіп тұрған жоқ. Қостанайлық спидвейші Павел Некрасов әлемдік чемпионаттарға да, Риддерге де жарыстарға бірдей ынтамен әрі ықыласпен келетінін мойындады. В городе Риддере мы второй раз приезжаем в город Риддер. Риддер қаласына біз екінші рет келіп тұрмыз. Өткен жылы іріктеу турына қатысқанбыз. Мен онда бірінші болдым. Осы тамаша қалаға екінші рет келіп тұрғанымыз. Кім бірінші келетінін жарыс көрсетеді. Ауа райы да күрт жылынып кетті. Біраз аяздатады деп үміттенеміз. Мұз өте жұмсақ болып кетті. Бетіне су шыққан. Осындай ауа райында біз Берлинде де қатысқанбыз. Су біз үшін бөгет емес. Республикалық көлемдегі спорт шарасы осы экстремалды спорт түрінің әуесқойларын біріктірді. Мұзға спидвейдің ардагерлері, халықаралық деңгейдегі спортшылармен бастаушы мото айдаушылар шықты. Алғашқыларының көздерінше 90-шы жылдары мотоспорт күйреп кетеді. Соңғыларының көздерінше спидвей бәсеңдеп жаңғырып келеді. Какое-то время это все затухло и ничего не было. Стали возрождать. Бір кездері бұл шара тынышталып қалған болатын. Қайта жандандыра бастадық. Техникада ескі болған. Биыл ғана старт қақпасын жасадық. Бәсеңдеп бәрін дамытып жатырмыз. Риддерліктер дамытып келеді. Әрі қарай бәрі жақсы болады деп ойлаймын. Риддерде бір жақсысы стадионы бар, оны береді. Өскемендік стадионды бермейді. Жаттыққанда да біз өзенге барып жаттығамыз. Тек солай жаттығамыз. Кейде күн райы бұзылып, борандатқанда сол өзенге де жете алмайсың. Сол кезде Риддерге келіп жаттығамыз. Бізде мұз спидвеймен айналысатындар өте аз. Риддерде жастар енді бастап жатыр. Біреуі мотокросстан кейін, біреуі енді ғана мұзда жүріп бастады. Еріп қалған мұз спортшыларды тоқтатпады, бірақ сырғанау техникасына қиындықтар қосты. Әр қатысушыға өз шеберлігін көрсетуге мүмкіндікті арттырды. Бастысы, мұзды спидвейдің барлық айдаушылары тең жағдайда болды, ал сәтті жүріп шығу құпиясы әркімде өзінше.